Қытайда Шиге қарсы саяси күштер қозғала бастады. Неге? Баяғыда ғана Ху Яобаң деген Қытайдың компартияның басшысы болған. Соның ұлы бар, интеллигенциялы Ху Духуа деген. Ол мақала жариялады. Ол маушылдыққа қайтуға түбегейлі қарсымыз, Америка мен Еуропамен үзілуге қарсымыз, бүкіл дүние жүзіне тауарымызды сатып, байып, бақытты баяшатты болып өсіп өркендеп келе жатқанда аяқ астынан кері кетуге қарсымыз деп ол шықты. Ал өткенде Қытайдың бұрынғы премьері Журунжи деген ол маушылдыққа кері кетуге қарсымыз деп ол шықты. Ал Қытайдың міне 78 жыл, тіпті 80 жылдан бастап шетел көрген, завод ашқан, бүкіл дүние жүзіне барып, Африкаға дейін барып, кен ашып, Африканың қызыл ағашына дейін тасып, тіпті жаңағы сол жақпен байланыс бүкіл Еуропаға арзан киім-кешек, Америкаға бүкіл азық-түлігіне дейін сатып байып отырған Қытайлардың барлығы мынау Ши Цзиньпиннің бұл сұмырай саясатына қарсы. Ши Цзиньпин артқы жағында пәле болды, сондықтан жиналыстың соңын қарамай без болды. Қысқасы, Шанхай ынтымақтастығы ұйымының Өзбекстандағы жиналысы өңкөй жаңағы басы қосылмайтын сұмырайлардың бас қосуы болды ғой. Еуроодақтың жиналысына қара. Бірімен бірі сыйласып, бірімен бірі сіз біз десіп, сызылып, ортақ мәселені, ортақ бағытты шешіп отыр. НАТОның жиналысына қара. Америка, Канада. Осы бірінің аузына бірі түкіргендей бір жаңағы бірімен бірі сыйлы, берекелі, бір шалдың жаңағы 4 қатыннан туған 30-40 ұлы сияқты болып отыр ғой. Баяғыда біздің анау бала күнімізде көретінбіз. Мына бәйбішеден туған, мынау тоқалдан, мынау үшінші әйелден туған деп, бірімен бірі осы аға бауыр болып сыйласқан берекелі әулеттер болады. Шешелері бөлек болса да. Еуропа жиналысы, Еуроодақтың жиналысы, НАТОның жиналысы сондайда, мына Шанхай ынтымақтастығының жиналысы жаңағы бір топ сұмырай, алқаш, ұры, қарақшы, ішкіш, жаңағы ұрылардың бір отырба ауылда, кетші ария, ішпейсің ба, іш? Немене деп ырың-жырың болған жиналыс сияқты да. Сөйтсе арын жағынан анау сарт болып түрік жетіп келеді. Дөнер жейсіңдер ме, бас жазасыңдар ма деп. Ана жақтан Индия келеді, басын қылтың-қылтың еткізіп, қазір соғыс уақыт емес деп Путиннің көзін шұқып. Ал Си Цзиньпин келді өкпелеп, мен атаман болатын едім деп, кешкі қонағасының тамағын ішпей өкпелеп, ол кетті, артынан шатақ шығып, тойдың соңын күтпей, ол қашып жоғалды. Путин ол келді жаңағы сүзеген бұқа құсап бүйтіп қарап. Қысқасы, Еуропа мен Америка батыс елдерінің ортасындағы жиналыс ол бір бөлек, ол бір тегдар, білімді, күшті, қуатты, сөзінде мән бар, жаңағы білімді, жүздері шырайлы, олардың жиналыста мынау бір жаңағы өңкөй, ұры-қары, қарақшы, тіміскі, со сияқты сұмырайлардың бас қосуы болып тұруға. Міне! Біздің мынау Қанышер Тоқаев кіммен дос? Осыдан ақ білерсің. Ресейдің достары кім? Сұмырай Қытай, сұмырай Иран, сұмырай жаңағы өңкөй Тоқай-соқай, Мірзайып, Пірзайып деген осындай сүмелектер. Ресейдің достары. Ал Тоқаев өзінің материал сол. Құдай оны жаратқанда сүмелек қып жаратқан. Ол мына дүниеге келгенде Тоқаев сүмелек болып келген. Ол сүмелек, кәдімгі есек бас ол. Оның достары сол Қанышер, Путин арамызда Ши Цзиньпин деген сияқты да міне. Неге ол еуропалық, америкалық демократиялық жүйемен одақ болмайды? Неге ол ана Днепр мен Луганскіні мойындамаймын дейді? Ол атасының басына Путиннің өткізген форумына қатыса ма? Қалың қазақтың көзін ашатын кез келді. Айналаң толған ата жау. Ата бабамыз анау көк түрік заманда Тонеқоқ білге қаған, күлтеген заманда Қытаймен жау болды. Сол Қытай сол заманнан бері тықсырып бізді, міне ысырып Орта Азияға алып келді. Біздің шекарамыз анау Улан Батырдың, анау Монғолияның астанасы Улан Батырдың қасында Қарақұрым біздің астанамыз еді. Мынау Қытайдың қорғаны, Қытай қорғаны, ол Қытайлар бізден қорыққаннан соққан шекара болатын. Енді сол ата жау Қытай, мына Қытайдағы жаулап алған жері міле Алтай, Тарбағатайдан айырылып қалам ба деп. Мына қазақ күні кеше коммунистер келгенде, сол коммунистпен соңғы демі қалғанша соғысқан қазақ тағы бізбен соғыса ма деп. Мына ұйғырлар өзбектермен бірігіп кетіп, қазақтар оларды қолдап кетіп,
Мынау ұйғырлардан айырылып қалам ба деп, мұнайдан, газдан айырылам ба, қазақ ұстап отырған ураннан, Алтайдан шығады уран деген, айырылып қалам ба деп құрылған Шанхай ынтымақтастығы ұйымы бұл. Бұл орыс өзінен тәуелсіздік алған ел қайтадан айланып кеп, камаң бейби деп сасық қолтығына қайтадан басын күшпен тыққан ұйымы. Тоқаевтың бұған одақ болатын себебі сол. Сені көктетпей, көгертпей, жаңағы өсірмей отырған осы Орыс пен Қытай, ал Тоқаев соның құлы, Басыбайлы құлы. Назарбаевтың әулеті, бүкіл мына Қазақстандағы қазіргі езуші, қанаушы, үстем тап өкілдері, мына бүкіл сұмырай депутат, мына бүкіл ұры қарақшы министріңнің бәрі осы сұмырай жаңағы жүйенің құлы. 2000 жылдан бері бізді көгертпей, көктетпей келген Қытай құл. Соңғы 2 ғасырда бізді көктетпей кеткен Орыстың құлдары бұлар. Бұл жүйеден арылмай, бұл сұмырай Орыс пен Қытайдың шырмауынан құтылмай қазаққа жақсылық жоқ. Өзбекке де айтам. Мынау Мирзаев сұмырайдан құтылмай өзбек оңбайды. Мынау Орыс құл Қырғыздың билігінен құтылмай Қырғызда оңбайды. Бүкіл Орта Азия Орыс пен Қытайдың шылауындасың. Бүкіл Орта Азия Орыс пен Қытайдың құлысың. Міне, осындай дүние. Бізді құтқаратын да, көгертетін де, көктететін де, Орысты да, Қытайды да орнына қойып, солармен тең дипломатиялық байланыста болуға мүмкіндік беретін де тек Еуропа мен Америка, яғни батыстық демократия. Негізінде біз тәуелсіздік алғанда батыс бізді қатты қолдап еді. Бірақ Назарбаевтық диктаторлар, Каримовтық диктаторларға батыстың демократиясы ұнаған жоқ. Себебі батыспен одақ болса, олар 4 жылдан кейін, ұзаса 8 жылдан кейін тағын тапсыруға тиіс. Олар ұнаған жоқ. Сөйтіп олар қайтадан диктатор Қытай мен диктатор Орысты дос тұтты. Енді шын мәнде Орыс пен Қытайдың боданы болып отырған, Орыс пен Қытайға жартылай тәуелді, жартылай бодан болып отырған, формалды тәуелсіз ел болып отырған тұтас Орта Азия шынайы тәуелсіздікке жетем десе, Орыс пен Қытайдан құтылу керек, Еуропа мен Америкаға жақындау керек. Әділ, адал сайлау өту керек. Осыдан басқа жол жоқ. Сондықтан сіздердің таңдауларыңыз Атажұрт партиясы. Біз Қазақстанда Америка мен Еуропа мен дос болатын, одақ болатын жүйе орнатқымыз келеді. Біз Қазақстанда мынау Назарбаев Тоқаевтың конституцияны өз білгенінше өзгертіп, бір отырғанда 7 жыл отырып, сайлауды кез келген уақытта мерзімінен бұрын өткізетін мынау тұрақсыз жүйесін тасталқан қылып, Америка сияқты конституциясы бір жасалғаннан мәңгіге өзгермейтін жүйе орнатқымыз келеді. Мынау диктаторлар таққа бір жабысқанда құйрығы жабысып қалатын жүйені тоқтатып, ең мықты деген саяси басшының өзі 4 жыл және бір мәрте не 2 мәрте отыратын. Бас алтын бір жері күміс болса да 2 мәртеден артық отырмайтын жүйе жасағымыз келеді. Бір ұлттың тағдырын бір сұмырайға сеніп тапсыратын супер президенттік жүйені құртып, кәдімгі халық сайлаған депутаттар шешетін парламенттік республикалық жүйе орнатқымыз келеді. Сонда парламентте отырған 100 бәлен адам кім көп дауыс жинайды, кімнің идеясын жаңа парламенттің 66%, яғни 3-тен 2-сі қолдаған кезде сол идея өтетін. Ол қандай елден қанша қарыз алды, қанша пайызбен өсімді қарыз алды, қандай байлықты сатты, оның бәрі бір адам өзі ғана білетін, не отбасы білетін. Бүкіл ұлтты құлдыққа, 1000 жылдық құлдыққа, 1000 жылдық қарызға байлап кететін Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйені құртып, кәдімгі парламенттегі 100 бәлен депутат отырып алып, соның бәрін өздері шешетін, бүкіл халық мемлекеттің әскери құпиялығынан басқа құпияның бәрін тұтас халық ортақ ақылдасып шешетін жүйені орнатқымыз келеді.